Ана Қытайлар жаңағы видеодағы қатын және еркегі бар. Қазақтың жерін сатып алып, сонан кейін олар немене талқылап отыр? Және осы видеоны өздері түсіріп, анандай сөздер өздері айтып, өздері желіге жүктеп отыр. Оны басқа біреу жүктеп отырған жоқ. Бәрі Қытай ана жерде. Нақты түгел қай қала, қай облыс екенін білмей, бірақ олардың сөзінде айтқанда, ана Қытай айтты, арасында 8 қатын алып, 8 қатынға осы жерде қой баққызам, мал баққызам дейді. Ол малын бағып, қойын бағып беретін қандай қатын екен? Қандай ұлттың қызы мал бағып қой бағалады екен қазақтан басқа? Екіншіден ана Қытай қатын айтып, 5000 қой ал, мына жерің деген жарап тұр. Қалай істесең де сен бұл жерден кіріс табасың. 5000 қой алып, қасаларды мал баққыз дейді. Қаса деген Қытайда ол шектелген сөз. Қаса деген Қытайда қазақ халқын боқтаған, иянаттаған, кемсіткен мағына. Ол мысалға итке тұрғысыз, надан, жабайы деген сөзбен бара-бар. Ал ол Қытайда ол ұлттық бөлшектеуіш, ұлттық кемсіту сондай мағынадағы сөз, және ол заңды түрде ол шектелген. Ал ол мына сөзді олар Қытайда айтып отырған жоқ, олар Қазақстанда айтып отыр. Еще оны әлеуметтік желіге қалай жүктеді, қалай салды, және оған қалай рұқсат берді Қытай. Енді мінекей қараңыздар, қазақтың тамырын басып отыр. Өздері түсірген видео, өздері салды. Біліп отыр, осы видеоның TikTok желісінде тарайтынын, бірнеше қазақтардың бұны тарқатып сөйлейтінін. Енді қараңыздар, қазақтар. Заңды түрде жүйелі жұмыс жасаңыздар. Қазақтың әрбір жігіттеріне, жастарына айтарым, албырттыққа салынып, ана Қытайдың, мына Қытайдың барып кеңірденіне сығып үйтпеңіздер. Өйткені ол Қытайды қорғау, яғни Қазақстанда Қытайды қорғайтын заңы бар. Алдында өзі тоқан қол қойып келген сол заңға. Қазақстандағы Қытай инвесторларды, Қытай саяхатшыларды, солардың құқығын қорғау деген сияқты, білмеймін, примерно солай. Енді арыз жазыңыздар, арыз енді жазылады, бірақ осыған қатысты Қазақстанда заң қабылдану керек. Қазақстанның әрбір азаматтары, ұлтым, елім, жерім дейтін азаматтардың бәрі ана жігітсімақтар, қазақтың қызының ары жоқ дейтіндер, арсыз немелер, жазыңдар енді. Қатындарының көйлегінің астына тығылып алмай. Қытайлардың келуіне байланысты әділ заң орнатуды талап етіңдер.